Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum, құрметті бауырлар. Мәмдәл қырағат дәрістерін жалғастырамыз. Бүгін 48-ші дәріс. Бұл дәрісте жаңа бір сөздер, мынау әлләзи, әлләти, әлләзина, әлләуәти. Бұлардың барлығы қазақшада есімше деп аталады. Бұл сөздер есімше сөздер. Есімше деген не деген сұрақ пайда болады енді сіздерде. Не есімше деген? Өйткені жеке өз басым мысалы қазақ тілінің грамматикасын бәрін бүге-шүгесін біле бермеймін. Сол сияқты көп қазақ бауырлар қазақ тілінің грамматикасын біле бермейді. Қазақша сөйлеп, бұлай айтқанда керек емес қой, бәрін есімше анау одағай, шылау дегендерді біле беру міндетті емес қой, біз бәріміз білеміз қазақшаны деген сияқты ғой. Бірақ арабшаны үйрену үшін грамматикасын білу керек қой. Бұл нәрсені сіздерге әлләзи, әлләти дегендерді үйрету үшін, жаңағыдай түсіндіру үшін қазақшаның грамматикасымен, соның ішіндегі мысалдармен түсіндіру керек та, әйтпесе болмайды. Бұл есімше деген нәрсе, есімше деген сөздің соңында келетін, интернеттен тауып алдым жаңа, бауырымызға Алла разы болсын. Ғанген, қанкен, жатқан, келген, жазған, кеткен дегенде кен, қан деген бар соңда. Мысалға, осы нәрселер нелер жаңағы есімшелер. Ар, ер, мақ, мек, пақ, пек, бармақ, келмек деген сияқты ғой. Атын, итін, жазатын, үйрететін деген сияқтыра солар. Демек, есімше. Бұл нәрсе есімше. Енді сөзге қарасаңыз, әнәлләзи уаллиму хәдәт тилмиза. Әлләзиді қоспай тұрыңыз. Әнә уаллиму хәдәт тилмиза. Мен бұл шәкіртке тәлім, тәрбие берем, яғни дәріс берем деген уаллиму. Әлләзиді қосып жібересіз, дәріс беретін мен дейді. Бұл шәкіртке дәріс беретін мен, беретін, атын, етін, көріңіз? Беретін есімше келіп тұр. Беретін, яғни есімше. Түсінікті ғой, етін. Яғни етін деген беретін. Беретін. Сол жалғау, ол есімше деп аталады. Ал әлләзи деген тура осы мағынада болып тұр да қазір. Есімше болып тұр да. Орысша айтсақ, мына жерде который деген шығады. Я тот, который учит этого ученика деген сияқты кете береді. Просто араб тілінде кейбір сөздер қазақша аударылмайды, ал кейбір сөздер орысша аударылмайды да, қиын да. Енді аударуға болады, бірақ қиын, есімшемен түсіндіреміз да. Тағы да әлләти деген қызға қолданады. Которая. Әлләзи ұлға, который. Бұл айтқанда, қысқаша айтсақ. Әлләти хитту хадал либас. Әлләтиді тағы да сол қоспай тұрамыз. Әна хитту хадал либас деп. Просто әлләтиді қоспай тұрып бір оқып шығыңызшы. Әна хитту хадал либас. Мен тіктім бұл киімді. Енді қараңыз. Әлләтиді қосып жіберсеңіз, мен тіккен бұл киімді. Бұл киімді тіккен мен деген мағынада. Тіккен, кен. Тік, кен. Кен деген жағалып тұр ма? Демек есімше. Есімше жұрнақтары керек болып тұр деген бір сұрақ қойыпты. Сондай сайт қой мынау. Өте керемет екен мынау енді. Мен бір реклама жасап отқан жоқпын, өзім керек болғаннан кейін іздеп тауып алдым мына жерде бауырлар. Мыналар міне есімшелер, көрдіңіздер? Мән беріңіздер. Соңында жалғанатын нелер, жалғаулар. Қараңыздар. Демек әлләзи, әлләти сол есімшелер. Әлләзина деген әлләуәти которые көпше тұр. Біз деп айтамыз ғой, мысалы, әлләзи деген мен үйреткен деген. Ана әлләзина біз. Мысалы, әлләзинаның орнына нахну әлләзина, әна әлләзи емес, мен емес, біз осы шәкіртке сабақ беретін деп айтатын болсақ, нахну әлләзина нуаллиму хәдә телмиз болады. Бұл шәкіртке үйрететін біз бәрібір, бізде көпше тұр болсын, жекеше тұр болсын, есімшесі етін, атын, етін деп
қала береді осы, ған ген деп та қала береді да. Түсіндіңіз бе? Бауырлар, енді білмеймін, түсінікті болды деп ойлаймын, әлләти деген нәрселер. Қазір сөйлем барысында түсінікті болады тағы да, иншалла. Мысалға, әнтәлләзи кәтәбтә хәдәл мактуба. Бұл хатты жазған сен дейді. Сен жазған бұл хатты. Кәтәбтә деген әлләзиді қосып отырсақ, әнтә кәтәбтә, сен жаздың. Өткен шақта болады, жаздың. Ал бұл жаздың деген араб тіліндегі етістікке әлләзи деген есімшені қосып берсек, жазған болып қалады да, өткен шақта болып қалады да. Сен жазған осы хатты деген. Осы хатты жазған сен деген мағынада, жақсы. Әнтәлләзи иштарайта хәдәл китаба. Бұл кітапты сатып алған сен. Әлләзи иштарайта, сатып алған. Мынада тағы да ған есімше. Бұл кітап сатып алған сен. Әлләзи қоспасаңыз, әнтә иштарайта хәдәл китаба. Сен кітапты сатып алдың. Әшейін қарапайым сөзде сен кітап сатып алдың. Әлләзи қоссаңыз, бұл есімше қосылады да, сен кітапты сатып алған деген мағына шығады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Әнтилләти туғаллимина хәдихи тилмиза. Туғаллимина деген қызға айтылады. Әнти, сен қыз, туғаллимина, сен қыз үйретесің. Сен қыз сабақ бересің. Өткен дәрістер өтті ғой, туғаллимина деген неге осындай болатын, етістіктер жіктеді ғой, қызға, ұлға қалай болады, көп шөтір, жеке шөтір деген сияқты. Сен осы шәкіртке үйрететін, атын, етін, итін дегенге қосылады. Үйрететін. Көрді мына жерде, міне мынау. Үйрететін. Қараңыз. Сен сабақ беретін осы шәкіртке. Яғни осы шәкіртке сабақ беретін сен деп қызға айтып жатыр біреу. Әнти деген сен қыз деген мағына. Сен қыз осы шәкіртке сабақ беретін, атын, етін деген, әлләзи деген сол жаңағы есімше қосыл, бұл есімше мағынасында тұр. Атын, етін деген. Жақсы. Ары қарай, әнтилләти туқаддимина лана шая. Бізге, лана деген бізге шайды ұсынатын сен қыз дейді. Әнти, сен қыз, бізге шайды ұсынатын, атын, етінге қайтаран қосып жатыр. Яғни есімше. Алына әлләтиді қоспасаңыз, сен әнти туқаддимина, сен бізге ұсынасың, бізге шайды. Сен бізге шайды ұсынып жатырсың, шайды беріп жатырсың. Туқаддимина деген беру, міне қолмен, міне алыңыз деген сол ұсыну бар ғой, беру, сон туқаддимин деп, туқаддиму деп айтады. Демек, әнтилләти деп, әлләти деп есімшені қосып берсек, бізге шайды ұсынатын сен қыз деп айтып жатыр да. Жақсы. Хәл раайта тилмида ләзи жаана әмс. Бізге келген кеше бізге келген шәкіртті көрдің бе дейді. Ген. Бізге кеше келген шәкіртті көрдің бе? Ген. Көрдіңіз бе? Келген. Есімше да? Енді түсініктірек болу үшін әлләдиді қоспай тұрыңыз. Хәл раайта әттилмида жаана бил амс. Кеше бізге келген, нәжеде әлләдиді алып тастап не болуға болмайды, өйткені мағына жоқ болады ол кезде. Кеше бізге келді, шәкірт көрдің бе деген мағына шығады. Әлләдиді қосып берсек, кеше бізге келген шәкіртті көрдің бе деп мағына толық болады да. Демек нәжеде есімше ген, жақсы. Енді ары қарай бауырлар, ары қарай енді осындағы әрқайсы мынау есімше, ған, ген, атын, етін деп айтып отыру керек жоқ шығар. Енді білмеймін, әл-мар'ату ләти туаллимина тилмизати тусамма муаллиматан. Мар'a, әйел кісі, әлләти туаллиму тилмизати, шәкірт қыздарға сабақ дәріс беретін, тағы да атын, етін, шәкірт қыздарға дәріс беретін әйел мұғалім деп аталады. Тусамма аталады. Тәбі болып тұрған себебі мына жерде тәмәрбута тұр. Муаллим болса юсамма болады. Муаллиматун болса тусамма болады. Тусамма муаллиматан. Мұғалім деп аталады. Кім аталады?
шәкірт қыздарға дәріс беретін әйел. Дәріс беретін әйел. Жақсы? Демек, бұл жерде де есімше болып тұр. Әл-хайятату хунналлавати яхитна сияба. Тігінші әйелдер, олар бәрі кете береді хунна деген. Яхитна сияба. Көйлекті тігетін міне солар дейді. Солар көйлекті тігетін. Тігінші әйелдер, міне солар көйлекті тігетін. Сонда нау атын етін деген кеп тұрды, нау. Тігетін солар деп тұр. Әл-хайятату хунналлавати яхитна сияба. Әрі қарай, иза лам тастамили дауаа аллази аътака табибу ла тушфа абадан. Егер қолданбасаң, егер лам тастамил қолданбасаң ад-дауаа дәріні. Қандай дәріні? Аътака табибу. Дәрігер саған берген ген. Тағда есімше. Дәрігер саған берген ген дәріні егер сен қолданбасаң, ла тушфа абадан. Ешқашан жазылмайсың. Шифа болмайды саған, жазылмайсың дейді. Емделмейсің ешқашан дейді. Жақсы? Әрі қарай. Ат-тилмизату лати ла тути'у муаллиматаха ла такуну махбубатан. Әрі қарай. Енді шәкірт қыз дейді, өзінің мұғаліміне бағынбайтын, бағынбайтын, бағынатын болса атын болады, бағынбайтын болса итін болады. Бағынбайтын. Демек, енді мына жерде түсіндіре беру керек сияқты, қайта айта беру керек сияқты. Өйткені енді көбісіміз жаңағыдай есімше деген не екенін білмейміз ғой, мысалы да. Ол ұят нәрсе емес. Қазақша сөйлеп біледі. Қазақ тілінің грамматикасын не үшін оқисыз? Әрбір сөйлегенде анау есімше деп айту үшін оқымайсыз ғой қазақ тілінің грамматикасында. Демек біз есімше деген екенін білмейміз да. Демек мына жерде қайта айту керек. Ат-тилмизату лати ла тути'у муаллиматаха ла такуну махбубатан. Шәкірт қыз өзінің мұғаліміне бағынбайтын, итін деп мынаны. Бағынба итін деген жар ғой. Соңындағы жалғау бар, бағынбайтын дегендегі жалғау сол міне әллати. Өзінің мұғаліміне бағынбайтын шәкірт қыз ла такуну болмайды махбубатан, сүйкімді болмайды ешқашан дейді. Қандай қыз? Қандай шәкірт? Өзінің мұғаліміне бағынбайтын шәкірт ешқашан сүйкімді болмайды. Ешқашан деген сөз жоқ, просто сүйкімді болмайды деп тұр. Жаани садиқи аллази ухиббуху касиран. Маған келді досым, менің досым, мен оны жақсы көретін, оны қатты жақсы көретін досым келді. Яғни мен оны қатты жақсы көретін досым келді. Атын етін. Жақсы көретін, көрдіңіз бе? Тағы жақсы көретін. Мен оны қатты жақсы көретін досым маған келді дейді. Тағы Жаани садиқи аллази ухиббуху касиран. Маған келді, менің досым маған келді, мен оны қатты жақсы көретін досым. Маған келді дейді. Үйге келді. Юқалу айтылады, әрі қарай, нүкте әрі қарай жаңа сөйлем. Юқалу лир-раджули аллази лайсат лаху заужатун азабан. Нәже өтір бар. Айтылады ер кісіге әйелі жоқ болған, әйелі болмаған, лайсат лаху болмаған деген сөз. Лайса лаху ода жоқ немесе болмаған. Аллази лайсат лаху болмаған. Яғни ер кісіге
айтылады ер кісіге жұбайы болмаған бойдақ деп дейді. Яғни жұбайы болмаған ер кісіге бойдақ деп айтылады дейді. Иә? Азабан деген бойдақ деп деген сөз. Азабун болса, нәжде азабун болса бойдақ болады. Енді азабан деп тұр ғой. Иқалу азабан айтылады бойдақ деп. Бойдақ деп айтылады. Кімге? Лиррожулиллази ләсәт ләху завжатун. Айтылады бойдақ деп әйелі жұбайы болмаған ер кісіге. Жақсы? Жаман сызылып кетті ғой енді. Жақсы. Түсінікті болса болды иншалла. Енді ары қарай. Үтірден жалғады. Валил мар'ати аллати лайса лаха заужун азабатан. Бойдақ. Бойдақ, яғни бізге қызға да бойдақ деп айтыла ма? Енді қызға қалай бойдақ деп айтылады? Тұрмысқа шықпаған деген сияқты ғой енді, иә? Тұрмыстағы емес, яғни бойдақ дей берейік, қызға да ұлға да. Енді тәмір өте бар, қызға бойдақ деп тұр, нәжде, түсінікті, иә? Енді ары қарай, және де әйел кісіге күйеуі болмаған, күйеуі болмаған әйелге бойдақ деп айтылады дейді. Азабатан, иә? Ары қарай. Юқалу лиррожулиллази юхсину илал фуқараи кариман. Юқалу. Тағда. Әжде бір өшіріп жіберсек. Бауырлар, қараңыз. Нәжде, нүкте ары қарай жаңа сөйлем. Юқалу лиррожули, юқалу айтылады жомарт. Карим деген жомарт қой. Айтылады жомарт деп, не қараңыз. Айтылады жомарт деп кімге? Лиррожули ер кісіге, аллази юхсину илал фуқара. Кедейлерге жақсылық жасайтын. Юхсину. Жақсылық жасайтын. Кедейлерге жақсылық жасайтын ер кісіге айтылады жомарт деп. Кедейлерге жақсылық жасайтын ер кісіге жомарт деп айтылады дейді. Жақсылық жасайтын, яғни жасайтын итін, жасайтын. Демек итін деп есімше кетіп тұр тағы да. Енді бауырлар түсінікті болған шығар, иншалла. Ары қарай. Al-bintu allati ra'aynaha amsi fi ash-shari'i al-wasi'i hiya ibnatu Mahmudin. Енді нәжде сөйлемдер ұзын болып кеткен байқасаңыздар. Енді ары қарай сөз. Қыз. Al-bintu allati ra'aynaha amsi fi ash-shari'i al-wasi'i. Wasi' деген кең ғой. Яғни кең көшенің ішінде кеше біз көрген қыз дейді да, кеше кең көшеде, яғни сол көшеде көрген қыз, біз көрген қыз, ол Махмудтың қызы дейді да. Дек нәжде, есімше қай жерде? Біз кеше көрген, ген деп тұр нәжде, ген. Кеше біз кең көшеде көрген деген мағынада есімше отыр. Көрген. Кеше, әмістен, кеше кең көшенің ішінде біз көрген қыз, бинт, хия, ол ибнату Махмудин, Махмудтың қызы дейді. Махмудтың қызы. Ары қарай. التلامذة الذين شاكرتر رأيناهم قبل الظهر في الجنينة يتعلمون في المدرسة الحسينية. مدرسة الحسينية في مدرسة الحسينية. حسيني медресесінде тәлім алады. Хусайни медресесінде тәлім алады. رأيناهم قبل الظهر. Қараңыз, шәкірттер дейді, шәкірттер біз көрген, райнахум, біз көрген шәкірттер, қараңыз,
раиннахум, оларды біз көрген, тағы да ген деген есімше отыр. Біз оларды біз көрген шәкірттер, қашан көрдік? Қабила зухри, зухрден, бесіннен алдын біз көрген шәкірттер, қақта көрдік? Фил жүнайна, бақшаның ішінде. Яғни, бақшаның ішінде, бесін намаздан алдын біздің көрген шәкірттер, етағалламуна, оқиды, тәлім алады, Хусайни медресесінде. Жақсы? Яғни, бұл айтқанда, бақшаның ішінде бесін намаздан алдын біз көрген шәкірттер Хусайни медресесінде тәлім алады, оқиды деген мағына. Ары қарай. Ар-раджулу лази юаллимул аулада юсамма муаллиман. Балаларды үйрететін, балаларды үйрететін, балаларға сабақ беретін еркісі мұғалім деп аталады. Балаларға дәріс беретін еркісі мұғалім деп аталады. Ары қарай. Ар-раджулу лази раиннаху амс фи байтина хуа муаззинул масжидил Хусайни. Хусайни мешітінің азаншысы, муаззин деген азаншы. Хусайни медресесінің мешітінің азаншысы. Кім азаншысы? Еркісі. Қандай еркісі? Біздің кеше біздің өзіміздің үйімізде көрген. Кеше үйімізде көрген еркісі, ол Хусайни мешітінің азаншысы. Хусайни мешітінің азаншысы деген мағына. Тағы айтам. Ар-раджулу лази, нәжді көрінбей кеткен шығар, қараңыз. Мыналарды өшіріп тастау керек та, кішкене әйтпесе адамның көзі шатысып, не алмай қалады, байқамай қалады көп нәрсені. Енді қараңыздар, мына жерде нүкте, жаңа сөйлем, мына жерде жаңа сөйлем не? Былай қойып, жаңа сөйлем. Қараңыз. Ар-раджулу лази юаллимул аулада юсамма муаллима. Мынау басқа екен ғой. Не жерде екен ғой? Ар-раджулу лази раайнаху амс фи байтина. Кеше біздің үйімізде біз көрген еркісі, ол Хусайни мешітінің азаншысы. Жақсы? Құрметті бауырлар, осымен 48-ші дәріс бітті. Осы дәрісті барынша қайталап көруге тырысыңыздар. Есімше деген нәрсені өттік. Араб тіліндегі есімшелер қандай жағдайларда келеді? Осы жерде шамамыз келгенше түсіндірдік. Енді түсініксіздеу болып жатса, енді айыпқа бермеңіздер. Енді шамамыз келгенше, қолдан келгенше түсіндірдік. Иншалла, сабақтардың көп болмайған себебі мынау компьютердегі осы экранды видеоға түсіріп жасайтын программа істемей қалып, одан жаңа программа іздеп, сондай уақытпен кетіп қалды. Енді сабақ солай үзіліп қалды. Енді иншалла осымен бастап жаңағыдай 52-ші сабаққа дейін жасап тастаймыз. Иншалла Алланың қалауымен. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.